Бірнеше күн бойы қазақстандықтар Ақтөбедегі мешітте қызға тиіскен ер адамның әрекетін қызу талқылап жатыр. 25 шілдеде Ақтөбе қаласындағы Нұр Ғасыр мешітінен шығатын жерде белгісіз ер адам келуші қыздың жолын бөгеп, әдепсіз астары бар сөздер айтқан. Бұл жайтқа белгілі тұлғалар да желіде өз ойын жарыса жазды. Әсіресе Рүстем Жүгінісов қыздың өзі бұған жол бергенін, қыз келіншектер намазды мешітте емес, үйде оқу керегін айтып, мәлімдеме жасаған. Оның бұл мәлімдемесі қазақстандықтардың ашуына тиді. Олар жаппай әншіні сынай бастады. Бүгін ол бұл мәлімдемесі үшін кешірім сұрап, пікірін дұрыс жеткізе алмағанын жеткізді. Бұл оқиғаның видеосы әлеуметтік желіде жарияланған. Кейін ер адамның үстінен әкімшілік хаттама толтырылып, іс сотқа жолданатын болды. Бүгін Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бұл жайтқа қатысты мәлімдеме жасап, мешітке келген әрбір азамат өзін әдеппен, ізетпен ұстауға міндетті еске салды. Рүстем Жүгінісов желіде Ақтөбе мешітінде болған оқиғаға қатысты айтқан пікірі үшін қазақстандықтардан кешірім сұрады. Ол ойын дұрыс жеткізе алмағанын, бірақ бұл оқиға өзіне сабақ болғанын мәлімдеді деп жазады. Барынша қарапайым халге түсіп, сұлулығын жасырып жүруі керек. Өздеріңіз білесіздер ғой тарихта. Фатима анамыз үйге бөтен біреуге есікті қаққан кезінде дауысын жаңа қырылдатып, өзгертіп шығарады екен. Анау менің дауысыма ғашық болып қалмасын, дауысым оған ұнап қалмасын деп ше.